Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз SRT даналары арқылы су тасқын анимациясын көрсетуді үйренеміз. Это не так уж сложно. Скажи. Это невероятно трудно. Да, но оно того стоит. TIFF форматындағы SRT данын қосқаннан кейін бізге координатаны настроить ету керек болады. Осында система координат, мир және де веб меркатор деп іздеп тауып қойып аламыз. Сонымен қоса рельефтік данныйымыздың свойствосына кіріп, оған түс береміз. Енді бізге shape файл қажет болады. Біз оны каталогта қажетті файлымыздан жаңадан деп ашатын боламыз. Water label деген ат бердім, және де бұны біз полигон түрінде ашатын боламыз форматында. Дальше бізге полигондық аймақты қосу керек болады. Біз редактирование қосып, создать объекті арқылы полигондық аймағымызды қосатын боламыз. Жұмысты жеңілдету мақсатында прямоугольникті таңдап, полигонымызды тез арада құрып шығамыз. Менде жұмыс барысында кішкене симметриямен қателіктер кеткен, оған мән бермейміз. Сіздер барынша дұрыс жасаңыздар. Одан кейін жасаған аймағымызды сақтап, редактированияны завершать етеміз. Сонымен қоса бұл аймақтың бізге атрибуттық кестесі керек болады. Ол жерден добавить поле батырмасы арқылы float water label деген атпен поле ашатын боламыз. Редактированияны тағы да қосу арқылы біз ашылған water label полемізға оның низкий высотасының санын береміз, және одан бір санға аз береміз минималды несін көрсету үшін. Енді бізге бұл жасаған полигонымызды растрға айналдыру керек болады. Ол үшін бізге полигоны растр деген құрал көмектеседі. Құралды іске қосу үшін бізде входные объекты water label'ды береміз. Поле значения тоже water label. Біз сол үшін де атрибуттар кестесін құрған болатымыз. Онда біз 20 деген заңда жазатын боламыз. 2 hours later. Кішкене уақыт алады. Одан кейін осы растрлық слойымызбен бірге екі слойымызды біз аркскинға өткізетін боламыз. Ставить слой арқылы слойларымызды қойып алғаннан кейін осындай қателіктер сияқты болып көрінуі мүмкін. Біз просто координатасын қайтадан настроить етуіміз керек болады. Дәл жаңағыдай етіп. Одан кейін осындай объект көрініс табады. Оны дұрыстау үшін, солға ретімен тұру үшін біз свойствосына кіріп, базовые высоты осылай дұрыстаймыз. Одан кейін соңғы этап анимацияны қоссақ болады. Одан бұрын біз водный объекттің реңін берейік. Одан кейін анимацияның қадамдарымен айналысамыз. Анимация, менеджер анимация, және бізде слой болып тұру керек кадрда. Кадр создавать ететін боламыз. Новый деп басып, бірнеше кадрда, менде, например, 5 кадр болды. Және ондағы сдвиг Z бөлімінде біз минимум высотадан бастап 20 әрбір высотадан 20 қосып шығамыз. Неге біз 20-дан алдық? Өйткені біздің минимум максимум арасы үлкен. Егер сіздерде максимум высота бір-біріне жақын болса, минимум екеуі, сіздер аз неден алсаңыздар болады, сдвигтан. Дальше управление анимация арқылы, ондағы опция арқылы біз керекті секундқа қоя аламыз, және де форматқа қоя аламыз. Бізге керек формат мұнда судың келуі мен қайтуы. Міне осылайша біз анимацияның соңғы көрінісіне ие боламыз. Затопленияның 20 секундтық көрінісі. Әрине сіздер оны опция арқылы тағы да өзгерте аласыздар. Мен мысалы мұнда шыдамадым. 7 секунд өзгертіп, жылдамдатып қарай аламыз. Осылайша біз рельефтік жеріміздің кішігірім затопление анимациясына ие болдық. Назарларыңызға көп рахмет.